Назарбаев зияткерлік мектептері баспасы 2-ші сыныпқа арналған дүниетану оқулығын ұсынады. Құндылыққа бағдарланған жүйелі әрекеттік және коммуникативтік тәсілдемелер негізінде әзірленген оқу әдістемелік кешені оқулық, жұмыс дәптері және мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Дүниетану оқушының адам, қоғам және табиғат арасындағы өзара байланыс пен тәуелділікті жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде қабылдауына ықпал ететін пән. Оқушының базалық білім мазмұнын игеріп, алған білімін күнделікті өмірде қолдануына дағдыландырады. Бұл оқулық оқу бағдарламасына сай құрастырылған. Бұл пән негізгі мектептегі гуманитарлық бағыттағы пәндерді оқытуға негіз болады. 2-ші сыныпқа арналған дүниетану оқулығы оқушының әлеуметтік дағдыларын дамытуға, халқымыздың тарихы мен салт дәстүрін құрметтеуге, отанды сүюге баулиды, туған жердің табиғатымен таныстырады. Оқулық материалдары оқушының білімге құштарлығы мен шығармашылығын, қиялын дамытады, оқушының өзін-өзі реттеуіне және жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Дүниетану оқулығында әр сабақта сабақтың реттік нөмірі, тақырыбы, мақсаты мен тірек сөздері көрсетіледі. Сабақ мазмұнында әр айдар шартты белгілер арқылы ұсынылған. Әр айдар белгілі бір мақсатты көздейді. Оқулықтағы өзім туралы, менің отбасым және достарым, менің мектебім тараулары оқушының әлеуметтік дағдыларын дамытуға бағытталса, оның ішіндегі менің туыстарым, қамқорлық, кішкентай еріктілер тақырыптары оқушының адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, әдептілік, қоғамдық орын, жауапкершілік сабақтары қоғамдық ортада әдептілік сақтауға, үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, ал мектеп ұжымы тақырыбы дұрыс қарым-қатынас жасау мәдениетін меңгеруге, өзіне жауапкершілік алуға және өзгенің еңбегін сыйлауға дағдыландырады. Осы тарауларда ұсынылған тапсырмалар оқушыны қоғамдық жұмыс атқаруға ынталандырып, еңбекке баулиды. Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға ықпал етеді. Менің туған өлкем, қоршаған орта, саяхат тараулары қоршаған ортада кеңістікті бағдарлауға дағдыландырып, туған өлкесінің көрікті жерлері мен тарихи орындарын және табиғатын зерттеуге ынталандырады. Бұл тарау оқушының географиялық білімі мен карта мен жұмыс дағдыларын дамытуды көздейді. Оқулық мазмұнында әр өлкенің табиғи жағдайлары мен шаруашылық түрлері, облыс орталықтары толығымен қамтылып, оқушының туған жерге сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімін оятуды, іскерлік қабілетін дамытуды көздейді. Салт дәстүр және ауыз әдебиеті тарауында оқушылар қызықты әңгімелермен таныса отырып, өткен дәуір мен қазіргі уақытты бағдарлай алады. Тарих туралы бастапқы түсінігі қалыптасады. Шаруашылық түрлерінің пайда болуын, әлемде алғаш рет жылқының біздің еліміздің аумағында қолға үйретілгенін, ежелгі қалалар мен Әл-Фараби туралы мәлімет алып, Наурыз мейрамының маңызын түсінеді. Тарау ұлттық құндылықтарды, оқушылардың патриоттық сезімін оятуды, отанды сүюге тәрбиелеуді көздейді. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуді үйреніп, өзара тату болудың маңызын, тәуелсіздіктің мәнін ұғынады. Оқушы өмірдегі маңызды құндылық денсаулықты күтуді, қауіпсіздік ережелерін сақтауды, дұрыс тамақтануды үйренеді. Оқулық арқылы қарапайым зерттеу дағдылары, бақылау, жобалық жұмыс, сауалнама жүргізуді игеріп, өмірлік тәжірибесі қалыптаса бастайды. Енді жұмыс дәптеріне тоқталсақ, онда берілген тапсырмалар оқушының өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастыруға бағытталып, оқу мақсаттарын бекітеді. Кей тапсырманы үй жұмысы ретінде беруге болады. Жұмыс дәптерінде оқушы өзін-өзі бағалауға мүмкіндік алады. Мұғалімге арналған нұсқаулық сабақты тиімді ұйымдастырудың кепілі. Нұсқаулықта сабаққа қатысты деректі материалдар, сілтемелер, әр тапсырманы ұйымдастырудың әдіс тәсілдері, бағалауға арналған дескрипторлар, саралау және қосымша тапсырмалар берілген. Заманауи техника жетістігін пайдалана отырып, әртүрлі аудио және бейне материалдар QR-код арқылы ұсынылған.
қысқарта айтқанда, біздің оқулық ғылымилық, көрнекілік, бірізділік, жүйелік қағидаттарын сақтай отырып, баланың жас ерекшелігіне сәйкес әзірленген. Біздің оқулықты таңдаңыздар. Қызықты әрі пайдалы оқулық.